ұлымның роддомнан шыққан кезі, жаңа туылған кезі. Атасы, әкесі соңғы рейс 27 декабрьде неге тойға бар еді. Тойда түскен сурет соңғы сурет. Қызым, әпкесі бәрі бірге тойлап күшті болып келіп еді сол кезде. Настроениесі мықты болды. 5 қаңтар күні ол досымен таксовать етеміз деп шығып кеткен. Досының машинесі бар еді, қасында серік болып жүретін. Түнгі сағат 11:30 уақытында біреулер звондады. Ұлыңыздың аяғына оқ тиді деп. Содан менде паника. Шығайын десем, ешқайда шыға алмаймын. Жан-жаққа звондап, 02-ге звондап жатырмын. Не болып жатыр, түсінбей жатырмын өзімді. Бірінші болып сол больницаға, ФСМП-ның больницасына бардым. Ол жерде іздедім, әйтеуір. Артынан бір племяннигім бар еді, сол келді. Машинесімен, сонымен жүріп іздеп жүрдік. Неше күн, 6 күн іздедік қой, 6 күн іздеп. Больницадан тауып алам деп ойладым баламды. Сол кезде бір фельдшер звондады маған. Балаңыз суретті жіберіп тұр, баламның уже жаны кетіп қалған, мен мынаны таныдым да баламды, қуанып кетіп, мынаны өліп қалды деп ойлаған жоқпын. Менің балам деп қуанып не қылсам, апай кешіріңіз, балаңыз дүниелік болып кетті деді. Содан моргтан таптық. 10 күні таптық баламды. Тапқанда жаңа опознание болды. Олда да мен кіре алған жоқпын, сіңілім кірді. Мен уже не в то состояние болып тұрдым, мен қатты жаман болды. 11 күн алып кеттік, жерледік баламды. Следствие жүріп жатқанда маған видеоны көрсетті негізінде. Видео Жетісуский ровының алдында атылған видеода көрдім балам. Машинеден шыққан, балам тұр сол жерде. Темекі тартып тұр ма білмейміз ғой, енді алыстан көрініп тұр. Ештеңе, қолында ештеңе жоқ, құр тұр. Артынан 2 машина келді. Бір кезде атылып, жауынша шашылып жатыр мына жерге, оқ деген кәдімгідей. Соның арасында мен балама тиді. Балам машинаның ішінде отырып үлгеріп қалды. Білмеймін не үшін атқан, мен соны айтып жатырмын, следовательдерге де айтамын, мынау не қолдарында қару жоқ, не жоқ, неге атып бастадыңдар бұны десем, нападение болды сол кезде дейді. Нападение болғанда, ол кезде менің балам қолында ештеңе жоқ, ол нападение жасап атқан жоқ, ол просто машинаның жанында тұр сол жерде. Оқты іздеп бастады, оқты іздегенде машинаны не қылды. Машинаны стол апарып, шерін бәрін ақтап тастады. Ақтарып бір оқ тапты. Енді жаңа оқ енді не қалған, үйретіліп қалған оқ. Соны бізге не ғана айтқаны, қай автоматқа жатқан, қай несінеге кіретін оны білмейміз деді, таппадық деді. Атқан адамды да тапқан жоқ. Мен енді өзімнің ойым бұлар жаңағы, өз арттарын жабу бұлар. Енді уақыт өтумен шындық шығады ғой по-любому. Сол өздерінің арттарын жабу деп ойлаймын осыны енді. Ешкім кешірім сұраған жоқ, үкіметтен болып біреу кешірім сұраған жоқ. Міне өзіміз жүгіріп жүрміз, хотя бы асын бір Құранды оқытып берсінші хотя бы деп. Соның өзіне бізге отказ жасап осындай. Содан депрессияға түсіп кеттім қатты. Еш жұмысқа да істей алмадым, тамақ жемей үйде жатып қалдым 6 айға дейін. Сөйтіп жүргенде балдардың үстіне статья қойылып атты, өлген балдардың. Соны естідім да мен шошып кеттім. Шошығаннан сразу уже бәріміз көтеріліп ата-аналар Астанаға кеттік. Ел прокуратура жаңағы немен не қылдық, кездестік. Мен шулап, мен баламды қайтып берін қанекей деп. Сол барғаным шығар деп ойлаймын, мен балам ақталып қалды әйтеуір. Мен шулап жүріп, сол жерде жылап жүріп, шүкіршілік етем әйтеуір барғаным барып, баламды ақтап алғаным. Қазір тілі өлік болып жүрмін ғой, тірі өлік. Баламды қатты сағынып жүрмін. Жалғыз ұлым ол. Мен асыраушым. Үкімет тарапынан көмек берді, 7 миллион берді жаңағы Қазақстан халқынан деген қордан. Сол көмегі басқа осы уақытқа дейін көмек көрген жоқпыз. Осы 24 жылдың 15-інде біздер енді менің балам ақталып неғанмен мен құрып отыра бермеймін ғой, жаңағы бәріміз қайғымыз бір, қанташылардың бәріміз. Бір-екі ата-аналар бар, жаңа балдарын ақтай алмай жүрген, статьяға өлген балаға статья салып қойды енді, сосын террорист деген. Астанаға барғанбыз, ешкім естімейтін, меген болмағанда президенттің өзінің алдына барып, президентке айтамыз ба деген ой болды бізде. Астанаға қалай бардық, бізді барғаннан сұрап жасақ ұстап алып кетті да, митинг ұйымдастырдыңдар деп бәрімізге сол 77.500-ден штраф салды. Өзіміз жылап жүргеніміз былай тұрсын,
осындай бізге зына. Ай, Қазақстанда әділдік жоқ. Қанша мың жерінен іздесек та жылап жатырмыз, көз жасымыз көріп отырыпты.